Сәлем достар, мен ютубқа кіретін уақытым болмай кетті, бірақ сіздерден менің ватсабыма көптеген хаттар келіп жатыр. Барлығына жауап беруге тырысып жатырмын, бірақ жауап бере алмаған жағдайда арнайы видео түсіріп ютубқа салсам деп отырмын. Сіздерге бүгін мынандай жаңалықпен бөлісейін деп едім. Мен мына товарды не екенін айта алмаймын, eBay-ға продажаға қойдым. Бұл товар менің қолымда емес, мен тек интернеттен суретін алдым да сала салдым. Өтеді ме екен, өтпей ме екен деп. eBay-дің бір жақсы жері, сіз товарды бірінші суретін қоясыз, өтсе ғана барып сатып аласыз. 11 октябрь күні мен аукционмен сатып жатырмын. 11 октябрь күні $550 бір кісі ставка қойды, $550 сатып аламын деген бір кісінің ұсынысы бар екен. Енді мен бүгін кіріп қарасам, уже $600 болып көтеріліпті бағасы. Яғни аукционның бітуіне әлі 3 күн бар. Мен кем дегенде бұл сума өзгеруі мүмкін, өсуі мүмкін. Бірақ мен кем дегенде $600-ға 25-30 мыңның товарын сата аламын деген сөз. Аукционға ставка қойғаннан кейін ол адам міндетті түрде менің товарымды сатып алуға міндетті. Өйткені ставка қоятын кезде мен аламын деп қояды, ол тектен-текке қойылмайды. Осындай жаңалықпен бөлісуге кірдім. Сұрақтарыңыз болса, видеоның жалғасын, қаншаға сатқанымды білгілеріңіз келсе, комментарийға плюс белгісін қойып кетіңіздер. Нәтижесімен 3 күннен кейін ала жазса бөлісемін.